Достар, видеоның демеушісі Ақжолдың мобильді қосымшасы. Бұл мобильді қосымшаның ішінде 300-ден аса бейне сабақтар жинақталған. Олар бізде теориялық және де практикалық бөлімдерден құралған. Теориялық бөлімдерді ұбт-ға дайындау өтілі 5 жыл болатын білікті және де мықты мұғалімдерді түсірген болатын. Ал практика бөлімінде 1000-нан аса есептердің барлығы қарастырылған. Ақжолды қосымшасын жүктеп, ұбт-да бізбен бірге 140 балл жинаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Ақжол Князев. Бүгін біз математика мен матсауаттылықтан ұбт-да кездесіп жатқан есептерді талдайтын боламыз. Бүгінгі есептер 18 мамырға актуальны. Олай болса, алғашқы есептен бастап шығарып көрейік. Мына жерде қосылып тұр ғой, 2 деп, соны шығаратын боламыз. 8х алынған 10 алу 12х тең 24х деп бірінші берілген жазылайық. Енді осының шешімі. Жашан алда минус 4, демек минуспен жашан ашайық. Алу 10 қосу, өйткені минуспен минус қосу болады бізде. Тең 24х. Енді мен 8-ге 12-ні қосам, 20х болады. Алынған 10 тең болады 24х. 20х-ті ар жаққа лақтырып жүрейік. Минус 10 тең 24х-тан азайтамыз 20х-ті. Сонда 24-тен 20-ны азайтсақ 4х тең минус 10 болады. Х тең болады минус 10 бөлінген 4. Дұрыс жауабы минус 10 бөлінген 4. Немесе калькулятормен бөліп көріңіздер, осы дұрыс жауабы болады бізде. Скрин жасап алыңыздар. Скрин жасап алсаңыздар, онда өшіріп тастайық бәрін. Келесі, мына жүйені шығарайық, 3 деп тұрған нөмірдегі. Жүйенің берілгені x квадрат қосылған 2xy қосылған y квадрат тең 9-ға. X квадрат алынған 2xy қосылған y квадрат тең 20-ге. Үстінде байқап тұрғандарымыздай, бұл біздегі x қосылған 2-нің квадраты, бұл толық квадрат деп білмей ма? Өйткені a квадрат, x қосылған y деп ғой, x қосылған y-тің квадраты, кешірім сұраймын. X квадрат, y квадрат, 2xy тең болады 9-ға. Ал асты x алу y-тің квадраты тең 25-ге. Енді квадратқа керамал не? Квадратқа керамал түбір. Түбір болса, мында 9-ның түбірі біз плюс-минус 3 деп жазайық. Неге плюс-минус 3? Өйткені мында негізі плюс-минус мына x плюс y-тің алдында тұру керек та, негізі ше. Ал мен оны оң жаққа лақтырып жүрдім. Теңдеу болса таңба ауыспайды, теңсіздік болса басқаша болады, соны көрсете кетейік. Давайте лучше көрсете салайық. Егер мында мысалы сіздерде x плюс y-тің квадраты, үлкен 9 деп тұрса, сіздер бетесіздер. X плюс y үлкен 3-тен дейсіздер, сосын x плюс y кіші минус 3-тен деп 2 рет шығарып кетесіздер ғой мынаны. Түсінесіздер ма? Егер теңсіздік болса. А теңдеу болса, теңдеуді солдан оңға жаздым не, оңынан солға жаздым не, екеуі бір ғой. Просто мында былай жаздым, екеуі екі түрлі болғандықтан бізде жеке-жеке жаздық. Хорошо. Но мұндайға есептер өте аз еді, вообще почти келмейді деп сияқты болады. Но біліп жүрсеңіздер, өздеріңізге жақсы болады. Бірақ мен мұнда плюс-минус деп қалдыра саламын. X алу y тең плюс-минус 5. Демек, бірінші плюспен шығарып көрейік, хорошо? Так, x қосу y тең 3 деп, x алу y тең 5 деп, екеуіне деп оң сандарды қойып көрейік. Қосып жүреміз. Сонда 2x тең болады 8-ге, x тең болады 4-ке. X 4-ке тең болса, бірінші теңдеуге қояйық, 4 қосылған y тең 3 деп, мына жердегі x-тің орнына указка алайық. Мына жердегі x дегеннің орнына мен 4-те кеп қойдым. Сонда y тең болады минус 1-ге. Біз бір жауабын жаздық, мұнда жауабы деп қояйық. 4-те минус 1 деген бір жауап болады. Хорошо? Біз біреуін таптық. Енді қалғандарын тауып көрейік. X қосу y бізде минус 3 болсын. X алу y минус 5 болсын. Бұндай есеп келсе мен сіздерге берер кеңесім жауаптарын қоя салған, өйткені қазір ұзақ шығарамыз да көп. 2x тең болады
минус 3 минус 5 минус 8 береді. X тең болады минус 4-ке. Сонда минус 4 әкеп бірінші теңдеудің орнына қойсақ, минус 4 қосу y тең 3-ке, y тең 7-ге. X минус 4-ке болғанда y 7-ге тең болды екен. Минус 4 пен 7. Бұл екінші жауап. Енді қанеки мына екеуін алып тастайық. Так, ойлайық, что біріншісі оң сан плюс 3. Плюс 3 болды. Екіншісі минус 5 болды деп ойлайық. Өйткені плюс пен минуста кездесе болады. Көрейік қосып. Сонда 2x қосып жүрсек, тең болады минус 2-ке. X тең болады минус 1-ге. Минус 1 плюс y тең 3-ке, y тең болады 4-ке. Минус 1-де 4 деген тағы жауап болады. Енді мына жерде де чуть-чуть өзгеріп жүрейік. Мында минусты енді 5-ке емес, теріс таңбаны мына 3-ке берейік. Мына минус 3-ке берді. Қосып жүрсек, сонда 2x тең болады плюс 2-ке, x тең болады 1-ге. X 1-ге тең болса, мына жердегі x-тің орнына давайте 1-ді қойық. Мына x-тің орнына 1-ді қойсақ, қосылған y тең болады минус 3-ке. Y тең болады минус 4-ке. 1-де минус 4 деген соңғы жауабы шықты. Сонда бұл теңдеудің 4 жауабы бар екен. Осы 4-еуі дұрыс жауапты береді. Скрин жасап алыңыздар. Жасап алған болсаңыздар, өшіріп тастайық. Енді алтыны жазамыз. Так. Теңсіздікті шешу керек дейді. Берілгенін көшейік алдымен. Қосылған 2, алу 7, үлкен 4, x алу 2, қосылған 10. Жақшан ашамыз бірінші. 5x қосылған 2 5 10, алу 7, үлкен 4x алынған 8, қосылған 10. 5x қосылған 10-нан 7 азайтсақ 3 қалады. 4x деймізді, минус 8 плюс 10 бізде плюс 2-ні береді. 4x-ті бер жаққа аударып алып келеміз. 2-ні жазбаймда 3-ті ар жаққа лақтырамын, минус 3 болып барады. Сонда x үлкен болады минус 1-ден. Демек жауабымыз бізде минус 1 деген нүктеден плюс шексіздікке дейін деген сөз. Былай жазбайық, минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Жауабы. Келесі. Мына 7 деп жазылған логарифмді шығарып көрейік. 4 негіздегі мына 5-тен 1 қосылған логарифм, 4 негіздегі 36 қосылған 2-ден 1 логарифм, 4 негіздегі 25 бөлінген 81. Қараңыздар, 5-тен 1 дегенді көшіріп қоя тұрайық. Мына қосу тұрса, қосу таңбасы тұрса, олар көбейтіліп кетеді. Форма жазып қояйық мында. Логарифм а негіздегі b қосылған логарифм а негіздегі c тең болады. Логарифм а негіздегі b көбейтілген c. Хорошо? Осыны қолданымыз. Көбейту деймізді, 36-ны қоямыз. Сосын 2-ден 1-ді лақтырып жүрсек болады былай. Қосылған логарифм 4 негіздегі 2-ден 1 дәрежеге барады бүйтіп. 25 бөлінген 81-ге дәреже болып барады. 2-ден 1 болып барады. Ал кез келген санның 2-ден 1 дәрежесі ол бізде түбір астын береді. Қошап қойық. Мына жерде жалғастыра тұрмыз дегенді білдіреді. Логарифм 4 негіздегі 36 бөлінген 5. Логарифм 4 негіздегі түбір асты саламыз мұнан. 25-тің түбірі 5, 81-дікі 9. Қосу тұрса көбейтеміз осы екеуін. 4 негіздегі 36 бөлінген 5-ті көбейтеміз 5 бөлінген 9-ға. 4. Сонда логарифм 4 негіздегі 4. Ол бізде 1-ді береді. Өйткені кез келген логарифм а негіздегі ол 1-ді береді. Дұрыс жауабымыз бізде 1 деген саны шығады екен бұл логарифмде. Келесі. Дұрыс көп бұрыштың әрбір бұрышы дейді 135. Қараңыздар, көп бұрыш мынандай біз білмейміз. Әйтеуір бір фигура мынандай. Мынау 135, мынау 135, мынау 135.
Давайте мен бір альфа үшін жазайын. Мынау альфа болсын, мынау альфа, мынау альфа, мынау альфа. Сөйтіп кете береді да. Мынау альфа n. Хорошо. Ішкі бұрыштардың қосындысы деп жазып қойыңыздар сіздерде дәптерлеріңізге. Ішкі бұрыштардың қосындысы. Көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. Альфа 1 қосылған, альфа 2 қосылған, альфа 3, альфа n, ол бізде 180, n-2-ні береді. n деген осы қабырға саны. n қабырға саны. Бұл форманы жаттап Бізде видите, мында қабырғасы бар деп қабырғалар санын сұраған. Әрқайсысы 135-тен. Хорошо? 135 плюс 135 плюс 135 плюс и так далее плюс 135. Тең болады 180 n-2. Енді біз мынаны айтуымыз керек. Егер 3 бұрыш болса, онда мен бұрышты 3 рет қосам. 4 бұрыш болса, онда бұрышты 4 рет қосам. Егер n бұрыш болса, онда мен 135-ті n рет қосам. Значит, 135n болады мынау. То есть 6 бұрыш болса, 135-ті 6-ға көйте салсам болады. Ал n деген ол жалпы случай. Бізде қанша бұрыш екенін білмейміз, сондықтан n деп қалдырып жатырмыз. Шашан ашу керек. 135n тең болады 180. n алынған 360. 135 ар жаққа лақтырайық. Сонда 180n-нан азайтамыз 135n-ді. Тең болады 360-ға. Так, 45n тең болады 360. n тең болады 8, 5, 8, 44, 8, n тең болады екен 8-ге. Демек бұл дұрыс 8 бұрыш. Жауабы 8 болады. Егер 135-тен деп есепкерсе сіздерге 135 градустан, онда бұл дұрыс 8 бұрыш дегенді білдіреді. Хорошо? 8 деген жауапты белгілеуді ұмытпаңыздар. Скрин жасап алсаңыздар, өшіріп тастайық. Көбейтінді түріне келтір деп жазыпты. Қараңыздар, x-тің 6 дәрежесі, y-тің кубы қосылған 27. Бұл бізде a куб қосылған b кубқа келеді. Оны қайдан бір қойдым, өйткені 27 деген бір санның кубы. Да, ол кубы болмаса да болады. Не обязательно ол кубы болу. Бір-екі мысал көрсетіп жүрейік. Бірінші кубтарын алып тастап жазамыз, сосын a квадрат минус ab плюс b квадрат жазамыз. Бір-екі мысал қарастырып жүрейік. Мысалы қараңыздар, 27 бір санның кубы, қосылған 5x-тен. Бізде мұнда 27 дегенде біз кубын алып тастаймыз. Қараңыздар, басында a куб деп жаздық қой. Сосын a ғана қалды. Значит, 27-нің орнына 3-ті ғана жазамыз. Қосылған мұнда куб болды, мұнда дәрежесі жоқ. Демек бұның дәрежесін 3-ке бөлдік деген сөз. Мына 5x-тің 3-тен 1 дәрежесі деп жазып қоямыз бұны. Одан кейін неге 3-тен 1? Қараңыздар, біздерде басында b куб болды да, потом b ғана қалды. Демек бұның дәрежесі 3-ке бөлініп кетті. Қараңыздар, куб болды, потом мұнда 1 қалды. Ал мұнда 1 болды, кейін 3-ке бөлсек 1 бөлу 3 деген дәреже шығады бізде. Енді қараңыздар, мұнда не жаздық? Соны квадраттайды екенбіз мұнда. Демек 3 жазсам 3-тің квадраты 9 болады. Азайтылған 2-ін көбейте саласыздар. 3 көбейтілген 5x-тің 3-тен 1 дәрежесі деп. Сосын қосу дестерді мұнаны квадраттайсыздар. 5x-тің 3-тен 1-ін 2-ге өтсеңіздер, алымына 2 келеді. Бұл мысал оқшаға ашылады екен. Ал біздікі вообще жеңіл. Өйткені дәрежелері 3-ке бөлінеді. Мен просто 3-ке бөлінбесе де ашуға болатынын айтқым келген. Если что, бұл кіріспе сабақтағы видео, сол жерде толықтай айта кеткен болатынмын. Мен сілтемесін сипаттамаға қалдырып кетемін. Біздегі кубтарын алып тастасақ, x-тің 6 дәрежесі деген ол бізде x квадрат y-тің кубы емес па? 27 деген ол 3-тің кубы. Сонда мынау a болып тұр ғой. X квадрат y қосылған 3, кубтарын алып тастадық. Енді квадраттаймыз. 4 дәрежесі y-тің квадраты алынған 3x квадрат y 2-ге көбейтті міне. Қосылған 3-тің квадрат 9. Мінеке мына өрнегіміз мына түрде көбейтіндіге жіктеледі деген сөз.
жауабын жаттап алыңыздар немесе түсінсеңіздер тіпті жақсы. Көлемі 50-ге тең дейді. Так, v тең 50. Биіктігі 6-ға тең дейді. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір бетінің ауданы. S бүйір беті. Шығарып көрейік. Вообще-то пирамида десе, давайте пирамиданы салайық. Бізде бұл пирамида. Биіктік көтереміз. Әр қайсына бетіп бүйір қабырғаларын түсіреміз. Солай емес па? Енді бұл бүйір бетінің формасы 2-ден 1 p табан көйтілген L. P табанын біз таба аламыз. Табылмайды екенбіз. Және де L де жоқ. Демек, p табан бізде қалай ашылушы еді? Табаны квадрат болса, ол 4 емес па? Демек, бұна A-ны табу керек. Сосын L деген апофема бар. Давайте ана чертежді мен кішкене үлкенірек қылып салайын. Үлкен қылып салған сайын өзімізге жақсы. Үлкен қылып салып қойық мұнда. Үлкен болған сайын жақсы көрінеді бізге. Бұлай, сосын биіктік көтереміз. Осы екеуін ғана салсам жеткілікті. Зачем басты қатырып қалғандармен? Мына жер A. L-ді мен қара сызықпен сызып көрсетейін. Мұна біздің апофема. Апофема дегеніміз, ол бізде бүйір бетінің, бүйір жағының биіктігі, точнее, бүйір жағының биіктігі. Бізде көлем берілген. Көлемді ашсақ бола емес па? V тең 3-ден 1 S табан көйтілген H. S табан бізде неге тең? Табаны квадрат қой. Демек ол A квадрат. Ал биіктіктің орнына мен 6-ны қойсам болады. Тең көлемі 50-ге. Мұны екеуі қысқарады. 2 қалады. 2 мен 50-ді қысқартамыз. 25 қалады. A квадрат тең 25. A тең 5. Қабырғамыз бізде 5-ке тең екен. 5 болса, мұна жердегі OH деген кесіндіміз, ол 5/2-ге тең. Өйткені пирамидада центр, мұна O деген центр, ол іште сызылған шеңбердің центрі болып табылады. Биіктік 6-ға тең. L-ді табу үшін Пифагорды қолданамыз. L квадрат тең 6-ның квадраты қосылған 5/2-ның квадраты. Сонда біздегі L квадрат тең болады 6-ның квадраты 36, 25/4. L квадрат тең. 4 ортақ бөлінгеніміз, 6 24, 4 үшін 12, 144. 25 болсақ 169 бөлі 4. Одан бізде 13 бөлі 2 деген сан шығады. Демек, мына жердегі формаға қоямыз. Давайте S бүйір бетін мына жерге тағызайық. 2-ден 1 4 көйтілген A-ның орнына менде A-ның орнына мына 5-ті қоямыз. L-дің орнына оның мәнін қоямыз. Бұл пирамидаға арналған есептер сипаттамада болатын болады. Сілтемесі міндетті түрде сол сілтеме бойынша көшіп қараңыздар. 3-5-ің 15, 5-5, 65. 65 болады, егер мен арифметикада қате жоқ қоймасам. Просто өйткені кейбір жерде арифметикадан қате етіп қалам. Онда тұрған негізі есенші жоқ, главное. Сочи дұрыс қой. Өйткені қателеспейтін адам болмайды. Келесі 3x бөлі 5 дейді. 3x бөлі 5 алынған 0,5. Ол бізде 2-ден 1, 0,5 деген. Кішіне тең 4-ден 1. Астында 2x бөлінген 5 алынған 1 үлкен минус 3-ден 2. 4, 2, 5-тің ортақ бөлімі негізі 20 болады. Ол үшін 4-ті беру керек мұнаған. 10-ды беру керек. Ал мұнаған 5-ті беру керек. Ал екіншісінде 3-5-ің 15. 3-ті береміз. Мұнаған 15-ті 1-ден береміз. Мұнаған 5-ті береміз. Сонда біз бөлшексіз жазатын боламыз да. 4 үшін 12x алынған 10 кішіне тең 5-тен. 6x алынған 15 үлкен 2-5-ің 10. Минус 10-нан. Үсті сонда 12x кішіне тең 15-тен. 6x үлкен 5-тен. Сонда бізде қалай болады? X кішіне тең 15 бөлі 12-ден x үлкен
5 бөлу 6-дан 15-ті 12-ке бөлсек 1 бүтін бір нәрсе болады, ол значит демек ол оң жақта болады. Содан кішілесе сол жағын бояймыз. Енді екіншісі. Мына 5-тен 6-тан 5 дегеніміз бұл бізде 1-ден кіші сан, содан үлкен. Оң жағы сонда 2 рет боялған бізде 6-дан 5-тен 15 бөлу 12-ке дейін. А неге біз 2 рет боялған жерді іздейміз? Өйткені бізде 2 теңсіздік. Егер 3 теңсіздік болса, онда біз 3 рет боялған жерді іздеуіміз керек. Жауабы осы болады. 6-тан 5-тен 12-ден 15-ке шейін. Ана 12-15 дегенде қысқартып қойса да болады, еще. Олай болса 15-ті шарп көрейік. X плюс 3-тің 8 дәрежесі, X алу 4-тің кубы. Мына жерде дәреже жұп екен. Жұп дәреже болса, демек бізде сан 2 рет шығады деген сөз. Тең 0 дейміз. X плюс 3 тең 0, X тең минус 3. Бірақ ескеріп отырмыз керек, что бұл минус 3 деген сан 2 рет шығады. X минус 4 тең 0-ге, өйткені мына тақ екен. Тақ дәреже болса, қарамай қойсақ та болады. Сонда біздерде 4 мында минус 3. Және осыдан бүйтіп параш жасап қояйық. Бұл жерді тастап кетеміз. X-тің алдыларына қараймыз. Плюсті плюсқа өтсек, плюс болады, демек үстінен бастаймыз былай. Астына түсеміз, потом емнан тастап кетеміз. Бұрындар бүйтіп көтеріліп кетуші. Сосын үлкен десе үстіңгі бөлік керек. Үстіңгі бөлік бізде 4-тің плюс x-ке дейін деген аралықта. Жауабымыз осы болады. Келесі есеп. Енді 17-ге арналған есеп. 17-ге деп 17-ші есеп. Бізде 9 n-2 дейді берілгенде. 3 n-1 алынған 3 n-2-нің квадраты дейді. Біз бұл жерде не істесек болады? Байқап тұрмыз, что 9 деген ол 3-тің квадрат екеніне. 3 n-2-нің квадраты деп қарастық болады бұлай. Солай емес па? Мында 3 n-1 азайтылған 3 n-2. Осының квадраты. Енді квадраттарды жашан сыртына шығарсақ болады. 3 n-2-ні бөлеміз 3 n-1 алынған 3 n-2-ге. Мен квадратты шығарсам ма жашан сыртына? Онда жақша қойып керек емес бізге. Бұлай қойсақ жақшаны. Тең болады. Мынаны бүйтіп астын лақтырып жүрейік. Кім мендегі ана тамаша шек деген видеоларды қарады, сол түсінеді. Өйткені мен қазір бір-біріне бөліп тастайын былай. Квадраты тең деп қойық. Бұны бір-біріне бөлеміз қазір. Үстінде 1, астында 3 n-1-ден азайтамыз n плюс 2 болады. Өйткені қараңыздар бізде былай тұр ғой. 3 n-1 алынған 3 n-2, өйткені бұл жерде түсінбей қалуы мүмкін балалар. Біз былай бір бөлеміз, потом былай бір бөлеміз. А бөлетін болсақ, бізде дәрежелер не істейді? Азаяды әрине. Ал неге менде мына жер плюс 2 болып кетті? Өйткені азайтамыз, мына минусты 2 минус плюс болады. Азайту деп қоямыз. Екеуін бір-біріне өрсек 1 деген сан шығады. Сонда n-дәріміз бізде қысырып кетеді. 1 бөлінген минус 1 мен 2 3-ті береді. 3-тен азайтамыз 1-ді. 2 қалады. 1 бөлі 2-нің квадраты ол бізде 1 бөлі 4. Дұрыс жауабымыз бізде 1 бөлі 4 болады деген сөз. Келесі 7 өтір жашан ішіндегі 4 жай бөлшек айналдыр. А өтір бытсы жашан ішінде D, E, F болса, бірінші бәрінен сан құраймыз, Ойна жақшаны аптасайық. Жақша ешнәрсеге қарамайсыздар, бірден сан құрайсыздар, A, B, C, D, E, F деген. Азайтасыздар, жақшаға дейінгі азайтасыздар, A, B, C-ні. Бөлесіздер, ішінде қанша цифр болса, сонша 9 болады, 3, 9. Өтір мен жақшаның арасында олар 0-дерге жауап береді, 2, 0. Хорошо, бізде 7 өтір 4 деп тұр ғой. 7 өтір 4-ті айналдырақ. Бұл шексіз кемелі, шексіз периодты ондық бөлшек деп аталады.
бірінші 74 деп айналдырып аламыз. Бүкіл сандар жазып жақшаға дейін ғана айтамыз. Жақшаға дейін 7 ғана тұр. Жақшаның ішінде бір цифр, демек 1 9. Үтір мен жақшаның арасында ешнәрсе жоқ. Демек 0 жоқ болады. 67 бөлінген 9. Бұл біздегі есептің жауабы болады деген сөз. Мына 7 өтір 4-ті 67 бөлі 9 деп жазса болады. Келесі. Бұл шықты, я. Енді мынаған келдік. 4x плюс 1 үлкен 1-ден дейді. Мына 1 дегенді қалай жазамыз? Кез келген санның 0 дәрежесі деп. Маған 4-ін 0 дәрежесі деп жазайық. X қосылған 1 үлкен 0-ден, x үлкен минус 1-ден. Дұрыс жауабымыз бізде минус 1-ден үлкен сандар немесе минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Так, мына екеуі шықты. Енді үшіншісіне келдік. 1 минус 3 бөлінген x тең болады минус 2 бөлінген x квадрат. Түбірін тап дейді. Так, біз не істейміз? Мынаған x береміз, мынаған x квадратты 1-ден береміз. Сонда x квадрат алу 3x тең минус 2. Бөлшектің бөлімдеші x тең емес 0-ге деген анықтауымыз бар. X квадрат алу 3x қосу 2 тең 0 дейміз. Коэффициенттерінің қосындысы 0-ге тең болса, бір түбірі 1-ге тең деп 8-ші сыныпта біз айтып кеткен болатынбыз. Екіншісі с бөлу а. Сонда 2-ні 1-ге бөлсек 2 деген сан шығады. Түбірлері 1 және 2. Осы бізде дұрыс жауап болады. Келесі. Модуль 4x қосылған 2 кіші 2-ден. 2 рет шығарамыз, 1 рет плюспен. Модульді алдында плюс деп ойлаңыздар. Сонда бізде 4x қосу 2 ашылады мұны. Кіші 2-ден. Сонда 4x кіші 0-ден, x кіші 0-ден. Енді минусты деп ойлаңыздар. Минус 4x минус 2 модульді минуспен аштым. Минус 4x кіші 4-ден, x үлкен 1-ден деген сөз. Минус 1-ден, точнее. Так, сонда бізде қалай болады? Біріншісі бізде 0, 0-ден кіші сандар. Екіншісі бізде минус 1, минус 1-ден үлкен сандар. 2 рет болған, сонда минус 1 мен 0-дің арасы. Минус 1-ден 0-ге дейін деген дұрыс жауабымыз болады екен. Келесі. Ромбтың диагоналдарының қатынасы дейді, d1 бөлінген d2 тең 2-нің 3-ке қатынасына дейді. Ромбтың ауданы 48. Үлкен диагоналын есепте дейді. Ромбтың диагоналының формасы бар d1 d2 бөлінген 2 деген. Екен синусы 90, диагоналының арасы 90 болады. Синус 90 бізде 1-ге тең, сондықтан синус жоқ мұнда. Енді қатынас болса 1 диагонал 2x, екіншісі 3x деген сөз. Сонда біз 48-ді тең дейміз, 2x көбейту 3x деп жаза аламыз. Мынау мынау қысқарады, мынау қысқарады, 16 қалады. X квадрат тең 16-ға, x тең 4-ке. X 4-ке тең екен. Сонда мына диагоналінің 2 4-ін 8, мына диагональ 4 үшін 12. Үлкен диагоналы 12-ке тең деген сөз. Есептің жауабы 12 болады. Одан кейінгісі. fx функциясы берілген, логарифм 20 негіздегі. Түбір асты x туындысын тап дейді. Логарифм a негіздегі x-тің туындысы 1 бөлінген x ln a. Біздің жағдайда логарифм 20 түбір асты x-тің туындысы ол 1 бөлінген, қараңыздар, x болса, біз x жазады екенбіз. Демек 1 бөлінген түбір асты x дейміз. Көбейтілген ln 20 дейміз. Бұл логарифм алғанымыз. Еще түбір асты x-тің туындысы бар ғой. Ол 1 бөлінген 2 түбір асты x. Түсінесіздер ма? Сонда 1 бөлінген 2 түбір асты x-ті түбір асты көбейтсек, x ln 20 деген сан шығады. Осы біздің дұрыс шешіміміз болады деген сөз. Келесі. А куб қосылған b куб алынған ab a плюс b. Бұны не істеу керек екен? Көбейткіштерге жіктеу керек меніңше. А куб плюс b кубты бағана формасын жазған болатынбыз. А плюс b, а квадрат минус аб плюс b квадрат алынған аб а плюс b.
Енді а плюс б-ны жашан сыртына шығарсақ болады. Жашан ішінде а квадрат минус аб плюс б квадрат минус аб қалады. Сонда минус аб ол бізде 2аб-ны береді. А квадрат алу 2аб плюс б квадрат. Ал жашан кіші бізде қысқаша көбейту формасын береді. Ол бізде а минус б-ның квадраты. Все, болды, көбейткіштерге жіктеп тастадық. Есеп шықты. Бөлшектің бөлімінің иррационалдығынан құтылу керек екен. Түбір асты 2 минус түбір астындағы 6 плюс 4 түбір асты 2. Хорошо, онда біз не істейміз? Бөлшектің бөлімінің түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесіне көбейтейін ба, әлде мынаны екі жаққа жіктесек болады, Қазір мен осы туралы, бұл негізі маңызды тақырып, күрделі радикал деген. Осының видео урогын мен қазір сипаттамаға салып кетем. Хорошо. Және де төбеде сіздерге подсказка шығады. Сол подсказкаға басып, осы сабақты міндетті түрде толығымен қараңыздар. Өйткені осыған есептер биыл 2021 жылы көп кездесіп жатыр. Так что міндетті түрде қараңыздар. Біз бұны а плюс б-ның квадратына келтіруіміз керек. Түсінесіздер ма? Кейін квадратпен түбір ұштап қысарып кететіндей. Мына ортасы бізде 2аб-ны береді. 2аб. 4 2-ге бөлсек 2 және де түбір асты 2 қалады. Мынаны а деп ойласақ, мынаның 2-нің квадраты 4 болады. Мына б-ның квадраты кейін 2 болады. 4-ке 2-ні қоссақ, кейін 6-ны беріп тұр ғой. Демек а деген санымыз, давайте онда көбейту демейін мынаны. Мына жерге жалғастырайық астыға. Тең деп қояйық. Астына жалғастырамыз қазір. 4 бөлінген түбір асты 2 алынған. Түбір астындағы бұл бізде 4 қосылған түбір асты 2-нің квадратын береді бұл. Хорошо, өйткені егер сіздер бүйтіп 4 қосылған түбір асты 2-нің квадратын ашсаңыздар, кейін осыны аласыздар. Сонда 4 бөлінген түбір асты 2 алынған. 4 алу түбір асты 2-ні береді. Қысар кетті. 4-ті минус 4-ке бөлсек, минус 1 деген сан шығады. Жауабын берді. Келесі. LG x минус 2 қосылған LG 27 минус x кішіне тең 2-ден. Сосын x қосылған 2 жарым үлкен 2 қосылған x алынған 5 алу x. Так, енді логарифмдер қосылса бізде көбейтіледі. X алу 2-ні біз көбейтеміз 27 алу x-ға. Кішіне тең, мына 2-нің қасынан LG 10 деп жасақ болады. Ал бізде LG 100-ді береді, екені 2 бітіп дәрежеге кетіп қалмай ма? 2 қосылған 2 жарым үлкен 2 қосылған x алынған 5 қосу x мен жақшаны аштым. Енді LG-ларды қысқартамыз. 27 x алу x квадрат алу 54 қосу 2x кішіне тең 100-ден. Так, қараңыздар, мына x пен мына x жойылады. Сонда x кіші болады. 2-ден 5 азақ минус 3, арбатта плюс 3, 5 жарым. Үстіші. X квадрат. 27 2-ні қоссақ. 29x. Минус 54 аржа барса плюс 54. Плюс 154 болады екен. Үлкен тең 0-ден. Ескерін 29-ның квадраты. Есептеу жүрек. 29-ның квадрат нешеге тең екен? 841 екен. 841-ден азайтамыз, 154-ті түрке өтеміз. 616. 841-ді азайтсақ 225 қалады. Ол бізде 15-ның түбірі. Минус 29 плюс минус 15 бөлінген 2. 29-ға 15-ті қосамыз. 44 2-ке өрсек минус 22 болады. 29-дан 15 азайтамыз, бізде минус 14 болады. 2-ке өреміз, минус 7. Сонда бірінші үстіндегі теңсіздіктен бізде мында минус 7, сосын мында минус 22 деген болды.
X-тің алды плюс, демек үстінен бастаймыз былай. Үлкен деп тұр, демек үстінгі бөліктер керек. Міне, міне. Енді екіншісі 5-те 5-тен кіші. 5 жарым деген ол мында. Содан кіші. Сонда 2 рет болған минус 8-тен минус 22-ге дейін, және минус 7-тен 5 жарымға шейін. Жазып қоямыз. Минус шексіздіктен жауабы деп жазбайын. Минус шексіздіктен минус 22-ге дейін, және минус 7-ден 5-те 5-ке шейін. Осы біздің дұрыс жауабымыз болады деген сөз. Скрин жасап алыңыздар. Келесіне кеттік. Асқар тақтаға 4 сан жазды дейді. 4 санын қалай белгілейік? А, Б, С, Д болсын, А, Б, С, Д. 4 сан жазды. Бұл Асқар. Талғат олардың қосындысын жазыпты. X деген қосындысы болсын. Ал Қайрат олардың қосындысын жазған екен. Y деп жазбайық. Талғаттың жазған саны 15. 15 деген сөз демек мына төртеуінің қосындысы 15 болады. Хорошо? Төртеуінің қосындысы 15. Талғат бір 15 деген сан жазып қойды. Онда Қайрат нешені жазды? Қайрат ол бәрінің қосындысын жазды, оны 5 саныңда. Мынаның қосындысы 15, Талғаттікі де 15. Сонда ол 30 жазған деген сөз. 15-ке 15 қосады. Бір е болады. 15-ке бөлгенде толымсыз бөлінді 18-е тең болатын ең үлкен санды табыңыз. Так, достар, егер осы есепке сіздерде идея болса, айтып көріңіздерші, мен просто толымсыз бөлінді не екенін білмейді екенмін. Хорошо? Айтсаңыздар комментарийге. Прям вообще супер болып кетуші еді. Басқаларға да көмектеріңіз тиетін еді. Берілген тізбектегі толымсыз бөлінді бір бөлу керек шығар, наверное, бір нәрсеге. Вроде элементарный. Так, берілген тізбектегі заңдылықты анықтап дейді, сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз. Бізде 1, дайте мына жерге 1, 8, 9, 64. Менің байқауымша мына 1 деген ол 1-дің кубы, 8 деген ол 2-ның кубы, 9 деген 3-дің квадраты. Мына так. Екінікі, үштікі, мына 4-дің кубы. Бірінші может квадрат, куб, квадрат, куб. Енді квадрат болу керек. 5-дің квадраты бізде 25 болады. Менімше осылай. Бірінші санның квадраты, екінші санның типа квадрат, куб, квадрат, куб. Мен осылай түсініп тұрмын әйтеуір. Келесі квадраты болады, келесі санның. Кімде идея бар, тоже жазып көрсе болады комментарийға. Шаршының периметрі дейді. Периметр ол қабырғасынан қанша пайызға артық көбейту процент. Периметр бізде 4А. Қабырғасы А. Аны нешеге көбейтеміз біз? Аны 4-ке көбейтсек. 4 деген сан ол неше пайыз? Ол 400 пайыз. Пайыз табу үшін 100-ге көбейтеді бүйтіп. Хорошо? Сондықтан 400 пайызға артық деген сөз. Сұрақтар мен фигуралардың белгілі бір заңдылықпен орналасқан, онда сұрақ орнына қандай сан тұрады? Мынау бізде 3 бұрыш салық болған, ішіне 27. 27 деген ол 3-тің кубы. Квадрат сақ болған 64. Квадрат деген 4 бұрыш қой, 4-тің кубы. Мында беті 5 бұрыш сақ болған. Ішіне 125, демек 5-тің кубы. Келесі 216 ол 6-ның кубы. Келесі мында 7-ның кубы болу керек қой. 7-ның кубын есепте жүрейік. Тезірек. Так, 7-7-49, 49 7-ге өтеміз, 343 деген сан екен. Демек, келесі 7-ның кубы ол бізде 343 деген А жауабы болады деген сөз. Кеседе 3 қаланың тағам өнімдерінің бағасы көрсетілген. 3 литр күнбағыс майы, 3 күнбағыс, 2 қант, 4 жұмыртқа ондық. Үшін ең көп төленетін дейді. Так, ең көп төленетін десе, демек бізге қызанақ, күнбағыс. Күнбағыс десем, сүт дегенді алып тастайық. Сүт деген қатарды өшіп сайын мен. Картопты да өшіп сайын. Сонда күнбағыс, қант, жұмыртқа. Ең көп бізде күнбағыс қай жерде қымбат? Семейде пока қымбат. Семейге точка оқпайық. Қант қай жерде қымбат? 200 Семейде қымбат. Жұмыртқа қай жерде қымбат? Семейде қымбат. Демек, Семейді ғана есептей саламыз. Бір 440 деп тұр ма? 400 деп тұр ма екен? 440 деп тұрған сияқты меніңше, 400 деп тұр ма екен? Дұрыс көрінбеген. Сіздер бүйтесіздер. Күнбағысты біреусі 440-ау, скорее. Сонда көбейтеміз 3-ке. Өйткені бізге 3 литр үшін керек.
қосылған 250-ді көбейтеміз 2-ге, өйткені 2 қант керек 2 килограмм. Қосылған 200 көбейтілген 4. Бізге 4 ондық жұмыртқа керек. Қазір шықпай қалса, атветпен онда 400 есептей береміз. Онда тұрған ештеңе де жоқ. Так, 440-ты көбейтеміз 3-ге. 1320. 1320. 200-ді 2 өтсек 500. Мынау бізде 8. 800. 500-ге 800-ді қоссақ бізде 1300. 1320-ға 1300 қоссақ 26-20. Ондай жауап бар. 2620 деген В жауабы болады. Келесі. Ейді. Ортасы 4 санның арифметикалық ортасы 26-ға тең дейді. А плюс Б плюс С плюс Д бөлінген 4 тең 26. Егер осыларға 16 санын қосып, осы сандардың арифметикалық ортасын табу керек болса, бізге мынаны табу керек болады. А плюс Б плюс С плюс Д-ға 16-ны қосу керек и уже 5-ке бөлу керек. Бізге А плюс Б плюс С плюс Д-ны табу керек. А плюс Б плюс С плюс Д тең болады. 26-ны 4-ке өтеміз. 224 ау? Я 224. Демек мына жердегі А, Б, С, Д-ның орнына 224 қоямыз. 224 қосылған 16 бөлінген 5. Қосылған 16 бізде 240 болады. 240-ты 5-ке бөлсек 48. Дұрыс жауабы Д болады деген сөз. Екі белгі берген екен. Жазып қояқ. 2 сосын мынандай крестик. 3 тең 9. 12 мынандай 4 крестик 7 тең 21. 14 крестик 7 мынандай 8 тең неше? Так, бізде бұлай, 9 3-ке бөлінеді, 21 7-ге бөлінеді. Демек, мына крестик дегенді біз көбейту деп түсінсек болады. 9 3-ке бөлсек 3. Мына 6 2-ден 3-ті шығару керек. Ол 6 бөлу 2 болса 3 болады. Значит, 3 бұрышымыз ол бізде бөлу дегенді білдіреді екен. 12-ні 4-ке бөлсек 3, 7 үшін 21, дұрыс. 14-ті 7-ге бөлсек 2, 2-ні 8-ге өтсек 16 деген сан береді. Дұрыс жауабымыз бізде Б болады деген сөз. Бүгінге есептер, достар, осымен тәмам. Сіздерге көп-көп рахмет, егер соңына шейін қарасаңыздар. Достар, сіздердің сұрарымын, осы видеоны жан-жаққа таратып жіберсеңіздер, бүкіл ВК группа, Телеграм группа, WhatsApp группаларға, сонда әр қазақ студенті, болашақ қазақ студенті осыны көре алатын еді. Екен сіздер осылай басқаларға көмектесесіздер, өздеріңізге карма жинайсыздар. Ал кім таратты, соларға айтарым, сіздерге ОБТ-да 130+ балл жинауды тілеймін. Сіздермен болған мен Ақжол Князев. Барлығыңызға рахмет. Сау болыңыздар.